1924 жылы 1 қарашада Мырзашөл өңірінің темір қазығы болып ең бірінші мақтаарал кеңшары құрылған болатын. Еліміздегі алғашқы тұқым шаруашылығы болып құрылған кеңшар мақта шаруашылығымен айналысатын аймақтарда Орта Азия, Закавказье, Поволжье және бірқатар аудандарды элиталық тұқымдармен қамтамасыз ету міндеті тұрды. Әрине бетпақ-дала бойынан канал қазып ағын суды әкелу, күн сүйген шуақты өлкеде аса бағалы дақыл мақта өсіру, шөлді шүлен етіп өңірді жазиралы аймаққа айналдыру оңайға соққан жоқ. Бұл игілікті істе қаншама азаматтардың ерлік күресі, қайтпас қайсарлығы мен мұқалмас жігері сүйіспеншіліктері кеңшарда үлкен жетістіктерге бастады. Кең көлемді әсіресе мақта жөнінен осы республикадағы, Орта Азиядағы ең бір көрсеткіші жақсы. Барлық техникада мақтаның сорты да осы жерде қаралып, осы жерден жаңағы сертификат алған жағдайда ғана егетін. Сондықтан мынау бүгінгі 100 жылдық өте көлемде өтіп жатыр. Сонекей бұл совхоз туралы айтатын болсақ, 28 мың тонна мақта беретін, 500 тракторы бар тұғын, 187 мақта теретін машиналары бар тұғын. Соның ішіндегі 27-сі John Deere техникасы. Содан кейін одан басқа 7 мың қарамалы бар тұғын. Күніге 17-18 тонна сүт өткізетін біз. Қазір енді тарау деп әйтеуір таратып алдық қой. Бірақ біз акционерный общество едік, тарамау керек еді. Бірақ сол кездегі сонау 96-97 жылғы саясаттың арқасында тарап кетті совхоз. Бірақ егер тарамағанда, дәл осы совхоз қазір барлық жүйені электроникаға су беру, мынау мақтаға сонекейін мынау удобрение беру, барлығын электроникаға аударуға болар еді. Соған біз жақындап қалып едік. Міне биыл Марса далада ағаш отау тігіп, шаңырақ көтерген атаң даңқымен бүкіл әлемге танылған қазақ мақташының қарлығашы Мақтаарал кеңшарына 100 жыл толып отыр. Біз әуелден бастап Мақтааралдың Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне арналған монументті аштық. Сағат 9-нан бастап, одан кейін Достық мәдениет үйінде осы Мақтаарал кеңшарының еңбек еткен ардагерлерге, еңбек ардагерлер кеңесіне және аудан қонақтарына, аудан басшылығынан арнайы марапат құттықтаулар болды, мерекелік медальдар табысталды. Сонымен қатар бізде мына бағдарламада ауданымызда Атакент мақта мұражайы бар. Сол мұражаймен экскурсия жасап жатырмыз. Сонымен қатар бізде тарихы терең, бізде ауданымызда мақта ғылыми зерттеу орталығына келіп отырмыз. Одан кейінгі мерекелік іс-шара аудандық Алпамыс стадионында спорттық ойындар, сонымен қатар қар үйлер тігілген. Одан бөлек мерекелік дастархан, мерекелік іс-шара болады. Одан кейін түстен кейін бізде сағат 3-тен кешкі 6-ға дейін Азаттық елді мекенде Атшабарда көкпар ойындары болады. Жалпы бүгінгі Мақтаарал кеңшарына барша қызмет еткен азаматтар, осы Мақтаарал ауылдық округінің тұрғындарына мерекелері құтты болсын дейміз. Осы жерде барша қызмет еткен, осы жерде еңбек сіңірген азаматтарға отбасыларына амандық, дендеріне саулық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. 9 қараша күні Мақтаарал ауданында кеңшардың ғасырлық мерейтойы кең көлемде аталып өтті. Онда түрлі спорттық шаралар ұйымдастырылып, жас өрендер бақ сынасты. Мақтаарал ауданында Мақтаарал кеңшарының құрылғанына 100 жыл толуына орай спорттың волейбол, футбол, үстел теннисі және Мырзакент кентінде грек-рим күресінен жарыстар өтуде. Атакент кентінде орналасқан жаңадан ашылған спорт кешенінде ауданымыздың ересек тұрғындары арасында үстел теннисінен, жасанды футбол алаңында 2011-2012 жыл туылған жасөспірімдер арасында спорттың футбол түрінен аудан біріншілігі, Атакент кентіндегі нөмірі 2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің спорт залында
2012-2013 жылы туылған жасөспірімдер арасында спорттың волейбол түрінен Мақтаарал ауданының ашық біріншілігі өтіп жатыр. Жалпы жарысқа 200-ден жоғары қатысушылар қатысуда. Жарыста жеңімпаз атанған спортшылар арнайы заттай сыйлықтар мен диплом, медальдармен марапатталады. Үстел теннисі бойынша 18 жастан асқан Мақтаарал ауданының тұрғындары арасында өтіп жатыр. Жарыстың жалпы мақсаты ауданымызда үстел теннисін дамыту, спортшылар арасында достық қарым-қатынасты нығайту және мынау бүгінгі мерекелеу қарсаңында өтіп жатыр. Жарыс жалпы жеребе тартылып, спортшылар 5 топқа бөлініп, өзара айналмалы жүйеде ойнайды. Бүгін Мақтаарал ауданында, сол Мақтааралдың 100 жылына орай жарыс ұйымдастырып жатыр. Мен Төле би ауданынан, Төле би спорт клубы жаттықтырушы Шадман Масуджан. Жарыс жақсы, балалар келді, осындай жарыстар болып тұрса жақсы. Енді бастадық ойынды. Ары қарай көреміз. Ойынға настрой қалай? Настрой жақсы. Жеңіспен таныс бар ма? Құдай қаласа. Бірінші ойын ұттық. Мақтаарал кеңшары жай ғана бетпақталана, алғашқы игерген шаруа қожалығы болумен қатар ең алғашқы суармалы егістіктің жоғарғы өнім алған ауыр қол жұмыстарын техникаға алмастырған, жоғарғы тиімді өндіріс өнеркәсіп көрсеткіштеріне жеткен. Ұйымдастыруда бір адамның баласындай жұмысшылар мен шаруалардың еңбек ақыларын арттыруда да жоғары нәтижелерге қол жеткізген. Мен 1985 жылы келдім де 97 жылы 13 жыл толық істедім. 97 жылы сол тарат деп жаңағы мені басқа жұмысқа ауыстырып солай егілді. Дегенменен мен осы совхозда 13 жыл істеген, мен ойлаймын, сол еңбектің ең бір менің өзімнің еңбегімнің көрсеткішін сонда істедім ойлаймын. Өйткені 8 самолеттан отказ беріп, біз барлық наземный жұмысқа ауыстырдық. Содан кейін бірінші адамнан отказ берген біздің совхоз. Бұрын 10 мың адам келетін. Мақта терек, сонау Семейден, Павлодардан. Қазір біз сол жылдан бастап, 89 жылдан бастап, біз адамнан отказ бердік бірінші рет. Көбісі сенбеп еді, бірақ техниканың күшіменен сонда сол жылы 12 күннің ішінде 28 мың тонна мақта жинап, урожайын 36-2 жеткізгенбіз. Сөйтіп рекорд жасап, республикада үлкен жаңағы құрметке ие болғанбыз. жылы 10 қарашада ашық дауыспен сайланып секретар партком болдым. Райкомның забаделі болып істеп атқанмын. Сонымен директор менен бұрын 3 ай бұрын ба келген екен. Ол Лейтенант Борис Григорьевич өзі жұмысты осы жақта бастаған кісі. Біз қазақшасы оны судай. Сонымен наряд орысша жүріп атса, біз екеуміз қазақша жұмысымызды біздер. Біздің ең жемісті жеңілгеніміз дегеніміз 70-тен кейін мынаяғында жылда 75-те 2 жыл қатарынан ЦК КПСС Сабминнің көшпелі қызыл туын алдық. Оны кейін сондай жағдайда біздің көрмеде БДНХ-да ден совхозы техникум Мақтаарал болды. Сөйтіп соларға 64 адам шақырылады екен, 64 адамның 16-сын біз апардық. Сөйтіп БДНХ-да көрмеде біздің бейнелеріміз, біздің 10 шақты адам жаңағы активі бәрі көрмеде 2 жыл тұрдық. Сөйтіп оның күміс медаль, алтын медалімен бәрі марапаттап, журнал Хлопховодствоның сол кездегі ең ортасындағысына мен баяндама жасадым. Оны кейін бір механизаторымыз сөйледі, бір агрономымыз сөйледі, бәріміз сөйледі, сондай жағдай болды. Ол өте біздің жемісті жылдарымыз еді. Бұл жерде совхоздың алғашқы бөлімшелері құрылған.
Содан бері міне бір ғасыр уақыт өтті. Бір ғасырдан бері Мақтаарал ауданы, Мақтаарал совхозының өзі көптеген жетістіктерге жетіп, көптеген жаңағы бұл совхоздың өзінен 9 герой шыққан. Яғни социалистік еңбек ері 9 адам шыққан. Міне солардың барлығы қазіргі уақытта міне сол кезеңнің өзінде де соның алғашқы совхоздың құрылған кезінен бастап осы ғылыми зерттеу институты мақта бойынша алғашқы жаңағы участок болып құрылған. Қазіргі кезеңде бұл институтта мынау мақтаның небір сорттары, небір дәнді дақылдардың басқа түрлерінің небір сорттары келелі жаңағы өндіріске тапсырылып отыр. Мақтаарал ауданы, жалпы Мақтаарал совхозы 17 бөлімшеден тұрады. Осы 17 бөлімшесі барлығы да қазір болса да бұрынғы кент, Мырзакент, жаңа Мақтаарал ауданының Мақтаарал совхозы тарағанымен қазір еңбекшілер барлық осы мақтаны өндіруде бұрынғыдан да оның жаңағы мынау өнімін арттырып еңбек етуде. Бұл Мақтаарал кеңшарының құрылғанына биыл 100 жыл толып отыр. Бұл 100 жылдың ішінде керемет табыстарға жеткен. 15 республикаға танымал совхоз болған. Ең алғашқы алғашқы қазық қаққанымыз 1924 жылы. Міне содан бері қарай бірнеше совхоз директоры болды. Кеше тәуелсіздік алғаннан кейін бірнеше шаруашылықтарға бөлінді. Қазір сол бірнеше шаруашылықтар көптеген жетістіктерге жетіп, өздерінің әлеуметтік жағдайларын көтеріп, ауданның әлеуметтік дамуына үлесін қосып жатқан жағдайы бар. Құрметті мақтааралдықтар, бүгінгі мерекеліктеріңіз құтты болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, табыстарымыз мол болсын, жақсы күндеріміз көп болсын. 70-80 жылдарда кеңшар, ұжымшар басшылары, директорлары енді жерді тұрақты түрде басқарды. Әрқайсысының өз орны абырой беделі көпкенгі өнеге болды. Сол кездегі Мақтаарал ауданында 6 кеңшар, 4 ұжымшар бар болды. Бүгін мына Мақтааралда, Мақтааралдың 100 жылдық той өтіп жатыр қарағым. Мақтааралдың 100 жылдығы дегенде мен сіздерге бір жаңа ұсыныс берейін. Ешкім естімеген. Осыдан 2000 жыл бұрын біздің ерамызға дейін 329-27 жылдары осы жерде жаңағыдай ең бірінші бұзып жарып келген Ескендір Македонский екен. Өздеріңіз білесіздер, осы жұрт Ескендірді біле ме екен? Жаңа Македония шаһары болған екен. Македония шаһары болған екен. Мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен деп басталатын жолдар бар. Сол келіп олар да өзінің арығын қазған екен. Бегематтың оң жағында қазіргі күнде бар Ескендір арық деген. Одан кейін бар Бұхар арық болған екен, арабтар келгенде. Олар да Бұхар арығын қазып кеткен. Содан 1200 жылдары 60 мың әскермен Шыңғысхан келген екен. Осы жерді сол кезде де Қоңырат деген рулы ел басқарған екен. Ел екен, қашып кетпеген, тастап кетпеген. Су жоқ, сардала майдан кейін басталады екен. Бақа шаян бәрі, адам тұрамайды. Олар қайтып келе жатып, қайтадан құртамыз дегенде, осы жердің халқы арғы-арыққа тығылып, жансауғалап қалып кеткен екен. Мына Қоңырат деген сөз бекер жазылмаған екен. Мен өз басым кішкентай кезімде Қазорт деген тауда өскен, бұл жердің бәрін біле бермеймін. Міне мақта дегенде еккен адамдар аппақ мақтадай жүректері бар. Алтын қолдары да аппақ, тап-таза ниеттері. Сондай ата-бабаларымыз бұл жерді бізге осындай гүлдей қалдырып кеткен екен. Бұл кеңшар таңғажайып өндіріс құрылымына айналып, қилы-қилы шежірелі жолдардан өтіп, одақ көлемінде мақта өсірудің көшбасшысы атанды. Әрине, Мақтаарал ауданының құрылуы да осы Мақтаарал кеңшарының құрылуымен тікелей байланысты. Тіпті Қара Шаңырақтан енші алып, алғашында Киров, кейіннен Асқата, Ильич, Жетісай аудандары бой көтерді.
Бүгінде Мақтаарал ауданының өзінде 8 мыңнан аса шаруа қожалықтары жұмыс істеп, 61 мың гектардан аса егістік алқапты игеріп отыр. Аудан әкімі Бақыт Асаровтың бастамасымен стратегиялық маңызы бар мақта дақылын өсіру жалғасын тауып ауданда мақта тоқыма кластерін дамытуда. 2024-2030 жылға дейін жалпы құны 70 миллиард теңгені құрайтын 8 ірі жобаны жүзеге асыру жоспарланған. Айта кетейік, Мақтаарал кеңшарының 100 жылдық мерейтойы барысында 1000-ға жуық адамға ас беріліп, ұлттық спортымыз көкпар ұйымдастырылды.